Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге оңай және тез жасалынатын бал рогаликін ұсынамын. Қош иісі өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ұн, сары май, жұмыртқа, қант ұнтағы, тұз, бал, қопсытқыш немесе сода пайдалануға болады. Жұмыртқа және қантымызды қосып араластырып аламыз. Одан кейін ертілген сары маймен және балды қосатын боламыз. Тұз саламыз және қопсытқышты ұнымызды қосып, елештен өткіземіз. Видеода көрсетілгенде қамырымызды елейміз. Өте жұмсақ шығады. Қамырымыз 10-20 минутқа демалдырамыз. Тестімізді жаямыз. Өте жұмсақ, песочный тесті сияқты шығады. Тестімізді жаямыз. Видеода көрсетілгендей тестіні бөлеміз. Одан кейін қалаған начинкілерін салсаңыздар болады. Мен мейіз салдым. Қурага немесе мейіз, орех салсаңыздар болады. Начинка салмасаңыздар да өте дәмді, қош иісті шығады. «180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Бал қосылған рогалики пісіп шықты. Өте керемет, иісі өте тамаша, дәмді, өте жұмсақ шығады және тез жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге каналымда болыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.